Астанада дене шынықтыру мамандары мен спорт саласының майталмандары бас қосты. Олар болашақ мамандары даярлаудың өзекті мәселелерін талқылап, жұмыс жоспарларымен бөлісіп, өзара пікір алмасты. Жиынға еліміздің әр өңірінен 150-ден астам мектеп пен колледж педагогтері 80-ге жуық студент қатысты. Сөздерінше, бұндай шара Астанада бірінші рет өткізіліп отыр. Республикалық ғылыми конференция Астана халықаралық университетінің педагогикалық колледжінде өтті. Бұл оқу ордасында білім алып жүрген студенттердің де спорт саласында жеткен жетістіктері аз емес. Ұйымдастырушылардың айтуынша басты мақсат күш қуаты мықты, жан тәні сау, шығармашылық жұмысқа құштар, жан жақты дене тәрбиесін дайындаған өткен мамандарды тәрбиелеу дейді. Жаңа тұрған бағдарламаға енгізіліп жатыр. Біз өзіміздің бағдарламаға жаңа модульдар қосып жатыр. Соның бәрі болашақта қалай алып кетеміз. Біздің мамандар барғанда мектепте сіңіп кетелі ме, дегеннен бағдарлама керілі ме, оларға қандай көмектер қажет болады. Сол бағытта біз көп жұмыс мәселе көтереміз. Жалпы біздің педагогикалық колледжіміздің түлектері, студенттері қазіргі таңда халықаралық деңгейлерде болып жатқан спорттық шараларда, спорттық сайыстарда бақ сынап жүлделі орындарды алып келе жатыр.